Армысыздар, қадірменді тыңдарман. Оқылған кітап, айтылған ой подкастымыздың кезекті шығарылымына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақ әдебиетінің алтын қорына енген, оқыған адамның жүрегін сыздатпай қоймайтын шоқтығы биік туынды Смағұл Елубайдың Ақ боз үй романы туралы сыр шертетін боламыз. Бұл жай ғана кітап емес, бұл біздің өткеніміздің ащы шындығы. Қош көрдік. Бүгін біз қазақтың тарихы мен тағдыры тоғысқан үлкен туынды туралы сыр шертетін боламыз. Әңгімемізді кітаптан таныстырудан бастасақ. Бұл қандай шығарма? Автор мен жанрына тоқталып өтсеңіз. Ақ боз үй белгілі қаламгер Смағұл Елубайдың қаламынан туындаған тарихи роман. Бұл автордың Ақ боз үй трилогиясының алғашқы бөлімі. Шығарма 20 ғасырдың 30 жылдарындағы қазақ даласын жайлаған нәубет ашаршылық кезеңін суреттейді. Ол кез қазақ қоғамының дәстүрлі өмір салты мен жаңа орнаған кеңестік жүйенің аяусыз қақтығысқан шағы еді. Романның бастысы идеясы неде? Оқырманға ерекше әсер ететін тұстар ретінде нені атар едіңіз? Басты идея ұлттық қасіретті көрсету арқылы халықтың рухы мен адамгершілігін сынау. Жаңа жүйеге сенген, бірақ қателеген азаппен түсінген, адасқан жас буын шеге. Аналық махаббат пен нәубеттің құрбаны Хансұлу. Нағыз сатқын мансап үшін өз жақындарын аштыққа байлап берген опасыздық символы ждақай арқылы автор Ақ боз үйдің қазақ шаңырағын қалай ортасына түскенін көрсетеді. Шығарманың ең әсерлі сәті Пахреддин бидің әулетінің бүкіл бір ауылдың аштықтан қырылып, Ақ боз үйдің, яғни құтты шаңырақтың қаңырап бос қалуы. Шығармашылық ерекшелігі сол. Автор мұнда тек аштықты ғана емес, адамдардың ішкі әлемін бір-біріне деген адалдығы мен сатқындығы қатар көреді. Мәселен, Шеге мен Пахреддин арасында көзқарастар қайшылығы сол кездегі қоғамның екіге жарылуының нақты бейнесі. Оқырман бұл кітапты оқыған кезде нені түсіну керек? Автордың негізгі жеткізер ойы не деп ойлайсыз? Менің ойымша, Смағұл Елубай бұл шығарма арқылы тарихты ұмыту қасірет деген ойды айтқысы келді. Кітап маған сабыр сақтауды, қиын сәтте адамдық қалыпты жоғалтпауды үйретті. Сырға бәйбішенің төзімі, Пахреддин тектілігі бұл қазақ рухының өлместігін көрсетеді. Автор бізге осындай зобалаңнан өткен халықпыз, сондықтан бүгінгі еркіндіктің қадірін білуіміз керек деп сыбырлап тұрғандай болады. Бүгінгі тоқшылық заман мен сол кезең арасында қандай байланыс бар? Бұл роман қазіргі жастарға несімен құнды? Байланыс өте терең. Біз қазір ақпараттық рухани алмасу заманында өмір сүріп жатырмыз. Бірақ Ақ боз үй кезіндегідей құндылықтардың алмасуы әлі де жүріп жатыр. Қазіргі қоғамда адамдар арасында мейірімнің азаюы немесе өз тарихына атүсті қарауы сол баяғы рухани аштықтың бір түрі. Бұл кітап бізге аста тек өмірдің баянсыз екенін, ең бастысы елдің бірлігі мен адамның ар-ұжданы екенін ескереді. Өз өмірімде де кездесетін қиындықтарды осы кітаптағы кейіпкерлердің тағдырымен салыстыра отырып, біздің мәселелеріміздің қаншалықты шағын екенін ұғындым. Өте орынды айтылған сөздер. Рахмет сізге. Қымбатты тыңдармандар, Смағұл Елубайдың Ақ боз үй романын оқымаған болсаңыз, міндетті түрде танысып шығыңыз. Бұл тек тарихи емес, бұл біздің жаңамыз. Бұл шығарма бізді өткен күннің ащы шындығымен бетпе-бет келтіреді. Бұл кітаптан алар сабағымыз қандай қиын заман туса да, адамдық қалпымызды сақтау, елдіктің туын жықпау және бабалар тартқан тауқыметті ұмытпау. Олар аштыққа да, жоқшылыққа да төзе білді, бірақ рухын сатпады. Сондықтан бүгінгі бейбіт күн мен тоқшылық заманда біз тек тәніміздің ғана емес, рухымыздың да аш болмауын қадағалауымыз керек. Құрметті тыңдарман, осымен Ақ боз үй романы арналған подкастымыз аяқталды. Кітап оқуға жалықпаңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.